Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Алғыс айту парызым атты ризашылық күні баршамызға құтты болсын. Балжан, осы орайда мен саған бір сұрақ қойғым келіп тұр. Алғысқа рахметке тағы кімдер лайықты деп ойлайсың? Алтынбек, ендеше тізімді бірге құрайық және де бәріміз алғыс айтайық. Онда ең алдымен анаға өмір сыйлаған үшін, әкеге қорған болған үшін, Далаға гүлдері мен көк шалғыны үшін, сөзге жанды жылытқаны үшін, күнге шуағы мен назары үшін, әжеге сығалағаны үшін, суға тіршілік көзі болған үшін, достар құшағы мен иығы үшін, ұстазға берген білім үшін рахмет! ұстаздар, 11-ші Б сынып оқушыларының атынан жасаған еңбектеріңіз бен қамқорлықтарыңыз үшін шын жүректен алғыс айтамыз. Отбасыларыңызға тыныштық, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Анаға шексіз рахмет, ақ сүт берген толғатқан. Әкеге айта мың алғыс, ұрпақтар жібін таратқан. Бауырға туған рахмет, қолдаған сүйген жұбатқан. Ұстазға алы рахмет, нәрмен біліп суатқан. Балалық досқа рахмет, қуанған бірге мұңдасқан. Қалыма туған рахмет, шыңдаған елге танытқан. Қазаққа дархан рахмет, салт санасын сіңірген. Жерме байтақ рахмет, тазала үшін сіңірген. Барша әлем саған рахмет, әрбір күні үшін кешірген. Ұстаздар, қандай ғажап қалықсыздар, шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар. Жан біткен жанарына нұр сыйлаған, күндей боп күлімдеген жарықсыздар.